Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Мен сіздерге бүгін балада агнозияның болуы туралы біраз мәлімет айтып кеткім келеді. Балада агнозияның болуы бала тілінің шығуына өте көп кедергілер жасайды. Агнозия дегеніміз сезім мүшелерінің қалыпты жұмыс жасауына қарамастан танып білу қабілетінің төмен болуы. Көп жағдайларда осы танып білу қабілетінің төмен болуы баланың тілінің шығуына да, түсінігінің қалыптасуына да өте көп кедергі жасайды. Физикалық тұрғыдан сау, көру, есту, сипап сезу қабілеттері сақталған, дегенмен айтқанды дұрыс түсінбейді деп жатамыз. Бұған айтсам да түсінбейді деп. Неге? Өйткені ол балада қабылдау дұрыс қалыптаспаған. Бала оны қабылдай алмайды. Мысалы, менің қолымда екі түстері ұқсас, екі түрлі, енді доп дей салайықшы, доп бар. Бірақ бала бұның біреуінің жаңағы гладкий екенін, біреуінің жаңағы кедір бұдыр екеуін айырмайды. Ұстап көрсе де оның айырмашылығын түсінбейді. Баланың қабылдауының бұзылуы дегеніміз осы. Қабылдауында бұзылу бар балалармен жұмыс жасаған кезде біз жаңағы дыбысты қою, сөйлету деген мәселелерді вообще алдыңғы неге сапқа қоймаймыз. Өйткені ол бесполезный нәрсе. Өйткені қараңызшы, оған жаттатуға болады, баланың тілін шығаруға болады, 1, 2, 3, 4, 5 деп айтқызуға болады. Бірақ ол бала оны автоматически қайталап тұр. Яғни ихалалия дейді оны. Ихалалик болып тұр. Бірақ оның мағынасын түсінбейді. Не туралы айтып жатқанын түсінбейді. Неге? Өйткені балада агнозия бар. Баланың қабылдауында бұзылулар бар. Ол тікелей мидың жұмысымен байланысты. Сол үшін ең алдымен балалармен қабылдаумен жұмыс жасаймын. Қабылдау дұрыс жолға қойылған кезде ғана балада бірінші қабылдау, одан түсінік қалыптасады, одан кейін ғана бала саналы түрде сөйлеген кезде не айтқанын түсініп сөйлейтін болады. Сондықтан менің әдістемемдері ең бірінші орында қабылдау тұрады. Қабылдауды ғана бірінші орынға қойған кезде балада нәтиже болады.